Адамның жан дүниесінің инженерлері Сталин халыққа ықпал ету үшін өнерді қалай пайдаланды? Бұл маңызды өзгеріс. Адамдардың жанының инженерлерісіз. Иосиф Сталин. 1930 жылы кеңестік мәдениеттің дамуындағы даулы кезең. Мәдени революцияның нәтижесінде большевиктер әсерлі нәтижелерге қол жеткізді. Сауатсыздық жойылды. 1930 жылы жалпыға бірдей бастауыш, ал 1937 жылы міндетті 7 жылдық білім енгізілді. Елде орта және жоғары оқу орындары студенттерінің саны тез өсті. Өнер кеңес халқының көпшілігіне қолжетімді болды. Барлық жерде кітапхана, мәдени сарайлар, концерт залдары, театрлар, кинотеатрлар ашылды. Социалистік реализм идеясын дәріптеу, тоталитарлық билік кеңес адамдарының коммунистік дүниетанымын қалыптастыру құралы ретінде қарастырылды. Сталин кеңес жазушыларына арналған сөзінде бұл міндетті тұжырымдамады. Бұл маңызды өндіріс, адамдардың жан дүниесі. Сендер адам жан дүниесінің инженерлерсіңдер деді. 1938 жылы Сталиннің өзі редакциялаған БКП тарихының қысқаша курсы жарық көрді. КСРО-дағы жалғыз идеология марксизм-ленинизм деп жарияланды. Ал кеңестік өнердің жалғыз әдісі социалистік реализм болды. Кескіндемедегі жетекші тақырып Ленин және Сталиннің бейнелерін дәріптеу болды. Социалистік психологиялық феноменнің құрылуына үлкен үлес кинематография мен музыка өнері үлес қосты. 20 ғасырдың 30 жылдары кеңестік сәулет пен мүсіндеуде монументалды өнер дамыды. Кеңестік идеологияның символдарының бірі Мухинаның жұмысшы және колхозшы әйел мүсіні болды. Ол коммунизм құрылысындағы жұмысшы табы мен шаруалардың одағын көрсетті. 1930 жылы кеңестік мәдениеттегі келеңсіздіктер. Мәдениет қайраткерлерінің шығармалығын бақылау үшін 1934 жылы КСРО жазушылар одағы, содан кейін суретшілер одағы, композиторлар одағы, сәулетшілер одағы құрылды. Шығармадағы белгіленген идеологиялық шеңберлерге сәйкес келмеген мәдени қайраткерлерді қуғын-сүргінге ұшыратты. Кеңес одағының өнер партиялық цензураға толығымен бағынып, социалистік реализмге бағытталуы керек болды. Өнер бақытты уақыттың келіп жеткендігін елестетіп көрсетті. Биліктегілер осы жағдайды қоғамның социалистік психологиялық тұтастығын құру үшін пайдаланды. Достар, каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңдар.